Бәріне сәлем. Кеше жолдасым таудан осындай саңырауқұлақтар теріп әкелген болатын. Бүгін осылардан қуырдақ жасаймыз. Ең алдымен барлығын біртіндеп жақсылап жуып алуымыз керек. Астарындағы қатпарлардың арасында ешқандай майда жәндіктер болмаса шөп, қоқымдар қалып кетпеуін қадағалауымыз керек. Содан кейін осылай түптерін кесіп алып тастауымыз керек. Себебі түптері улы болуы мүмкін. Саңырауқұлақтар батып тұратындай су толтырып, газымызге қоямыз. Бір жақсылап қайнатып алғаннан кейін астын жай басып, 1 сағат бойы қайнатамыз. Саңырауқұлақтар қайнап болам дегенше, өзімізге керекті мөлшердегі картоп, сәбіз, пиязымызды ашып, жақсылап жуып, турап аламыз. Көп пияз қосатын болсақ, қуырдағымыздың дәмі әдемі болатын болады. Қазанымызды газге қойып, майымызды құйып, ең алдымен картофымызды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Дәміне қарай қызыл қара бұрыштарымызды, тұзымызды және басқа да өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қосып қуыра береміз. Саңырауқұлақтар 1 сағат қайнағаннан кейін оларды жақсылап сүзіп аламыз. Сүзіп алғаннан кейін майдалап турап аламыз. Қуырылып жатқан картопты да басқа табаққа салып аламыз. Картопымызды қуырған майға турап алған саңырауқұлақтарымызды салып, жарты сағат қызартып қуырамыз. Жақсы қуырылғаннан кейін үстіне пиязымыз бен сәбізімізді салып, тағы да біраз қуырамыз. Одан кейін үстіне қуырып алған картопымызды салып, басқа да дәмдеуіштерімізді қосып, біраз уақытқа бұқтырып қоямыз. Біздің қуырдағымыз дайын. Бетіне қалағаныңызша пияз немесе укроп сеуіп, дастарханға қоя берсеңіз болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Бәріңізге рахмет.